Бүгін халқымыздың жүрегінде жара болып қалған, жанға бататын тарихты еске алатын ерекше күн. Саяси қуғын, сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай ұлт мәдениетінің қорғаны, Абайдың ақындық мектебі мен Қазақстандағы текстология ғылымы, шәкәрімтану және алаштану ғылымдарының негізін қалаған көрнекті ғалым, ақын, жазушы, драматург, аудармашы, ұстаз, қоғам қайраткері, алаш мұрасын аман алып қалған Қайым Мұхамедхановтың ескерткіші алдында гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Барлығымыз жақсы білетіндей, саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Бұл азалы күн, бұл қаралы күн. Себебі қазақ тарихында бұдан өткен азалы тарих болмаған шығар. Бейбіт елдің қаншама жандары, ашаршылық құрбандары, алаштың ардақты арыстары, бейбіт ел үшін, біздің бүгінгі күніміздегі тірлігіміз үшін құрбан болған күн. Сондықтан бұл ақтаңгерлерді біз үлкен қайғымен еске аламыз. Енді солардың ішінде Қайым Мұхамедхановқа менен ерекше тоқталғым келіп отыр. Алаш арыстарының соңғы тұяғы, Қайым ағаның әкесі де осы саяси жалған айыптың құрбаны болған адам. Бұл айыптан Қайым Мұхамедханұлы да ада болмаған, жазықсыз 25 жылға сотталған. Сондықтан қазақ тарихында бұндай азалы күндер болмасын. Біз мәңгілік елімізге осындай бейбіт күн сыйлаған алаштың ардақтыларын ұрпақ жадында қалдырып, ұрпаққа біз осы тарихи оқиғаның сабағынан мән алғыза беруіміз керек деп ойлаймын. Бүгін репрессия құрбандарын еске алу күні. Алақандай қазақтың алатаудай қасіреті бұл. Қазақ басынан не зобалаңды көрмеді. 1914 жылы Ахмет Байтұрсынов «Алхамдулилла 6 миллион алашпыз» деген мақала жазған. Онда қырғыздар 4 мың болатын. Өзбектер миллионға толмайтын. Біз 6 миллион болатынбыз. 21 жылы 7 миллионбыз. 45 жылы 2 миллионбыз. Ешқандай демографиялық өсім жоқ. Қазақтың қырылып кеткен кез қолдан жасалған ашаршылық, репрессия. Бүгін демографияның заңына сүйенсек, 14 жылғы 6 миллион қазақ, бүгін Қазақстан территориясында 55-60 миллион болып, қанасынан асып отырар еді. Ең үлкен қасіретіміз осы. Сонан кейін 37 жылдары халықтың қаймағы, ұлттың иесі, барлық зиялыны халықтың жауы деп, өзінің халқына өздерін жау қылып шығарып тұрып, атты асты айдады. Міне, осыны тарих жақсы білу керек, әсіресе бүгінгі ұрпақ білу керек. Біз екі иығымызды жұлып жеп, бұны енді басқалардан көретін жағдайымыз жоқ қазір. Шарада қайраткерімізді 1 минут үнсіздікпен еске алып, ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойды. Қайым Мұхамедханов сынды тұлғалардың өмір жолы ұлтқа қызмет етудің, адалдық пен білімге деген махаббаттың жарқын үлгісі. Бұл құрметтің, тарихи жадымыздың және азаматтық парыздың көрінісі.